Діннің айналасындағы елең еткізерлік жайттарға осы күні құлағымыз үйреніп бара жатқан сыңайлы. Бұған дейін дін атын жамылғандардың талай бүлдіргенін естіп те, көріп те келдік. Осы апта басында жат жерге жихаттап кеткен атыраулық отандастарымыз туралы ақпарат шығып, жаға ұстатты. 44 адам аттанған, олардың 15-і ер адам, 10-ы әйел және 19-ы бала. 2015 жылы 43 адам кеткен. Олардың ішінде 7 ер адам, 9 әйел және 27 бала. 2016 жылы 5 адам аттанды, 2 ер адам, 1 әйел және 2 бала. Әлбетте бұл ресми ақпарат екенін ескерген жөн. Бейресми мәліметтерде сандардың еселеп өсетіні бар. Сирия мен Ирак аумағына шығып кеткен отандастарымызға қатысты нақты сандар айтылмайды. Түрлі деректерде ол 250 мен 500-дің аралығында көрсетіледі. Тіпті 2,5 мыңға тарта адам кетті дегенді де естігенбіз. Бүгінгі айтпағымыз Сирияға кеткендер ғана емес, ел ішінде жүріп жұрттың есін алғандар хақында болмақ. Байқасақ, соңғы жылдар елімізде діни ахуал қалыптасты. Бәлкім ол бұрында болды. Тек соңғы 7 жылда ол туралы баса айтатын болдық, дәстүрлі емес діни ағым өкілдері дейтін болдық. Олардың қоғамға жасаған қиянаттарын көрдік, қазірде олар үлкен күресті бастаған сыңайлы. Бұның салдары қандай болмақ? Келесі сюжетте жауап іздеп көрдік. Тәуелсіздік алғалы еліміздің тарихында дін төңірегінде дау-жанжал, қоғамдық резонанс туғызған жайттар мен оқыс оқиғалар 2011 жылға дейін болып көрген емес. Алғаш рет Ақтөбеде қауіпсіздік комитетінің ғимараты жанында жарылыс болғанда ғана қоғам іштен қауіп барын түсінді. Одан кейін елімізде ірілі ұсақты 10-нан аса теракт болып, әсіре діншілдер мемлекеттік органдарға, әсіресе күш құрылымдарына қыр көрсетіп келді. Соңғысы былтырғы Алматы оқиғасы. Бұл жайттарда 100-ден аса адам мерт болып, салдарынан сақал қоятындарға секемен қарайтындай күйге жеттік. Экстремистік әрекеттер үшін 500-ден аса адам сотталды. Бұның сыртында шекарасып соғыс ошақтарына кеткендер қаншама. Байқасақ, мемлекетке қарсы күш қолданбақ болғандардың мемлекет көрсеткен күштен сағысынған сыңайлы. Енді олар күрестің жаңа түрін бастағандай. Ендігі мәселе орамал дауы. Еліміздің көптеген өңірлерінде, әсіресе батыс аймақтарда мектепке тек орамал не хиджаб тағып кіруді талап етіп жатқандар Білім министрлігінің бұйрығын қоңсынбауда. жылы шыққан қаңтар бұйрығының мақсаты айқын. Оқушылардың әлеуметтік теңдігін қамтамасыз ету. Біреу-біреуден артық сәнді киінбеу шарт. Киім ашық-шашық болмауы тиіс. Қымбат телефон, басқа да айрықшы заттар және діни атрибутикалармен ерекшеленбеулері тиіс. Бұл талап орындалуға жатады. Қарсы жағдайда шара. Ал бұл шараға қарсы шара, яғни балаларын мектепке кіргізбеген министрліктің талабына көнбей, көшеде намаз оқу арқылы қыр көрсетушілік деп топшылады көпшілік. Себебі зайырлы заңға салсақ, намазды қоғамдық орындарда оқу орынсыз. Кез келген жерде намаз оқу деген ол шариғаттың да Құранның да талаптарына сәйкес келмейді. Жаза қандай жаза қарастырылған? Жаза бола ма болмай ма қазір айту қиын, өйткені ол кәдімгі сондай тұрмыстық жағдай, мүмкін жазаға тартылмайды ондай адамдар. Айтпақшы, осы дауды шығарғандардың дені салафиттер екенін мұғалімдер мен сол ата-аналармен тілдескен имам уағызшылар да ашық айтты. Ғаламтор беттерінен мынадай бір мәлімдемені көзіміз шалып қалды. Мектеп мұғалімдер болсын, сырттағы кісілер болсын, әрине біз қолдаймыз дейді. Минипка киіп, кімдің көрсетіп жүргеннен гөрі, әрине ұзын киініп, түймесін қадағалап жүргеніміз бізге де жақсы ғой ол дейді. Біздің айтып жатқанымыз ол емес дейді. Ана сақалы ұзын, бала қысқа әкесіге мектеп әкеліп тастаған кезде біз соның әкесінен қорқып жатырмыз дейді. Барлық класстарда реттеліп мектеп қалған сияқты аяқта мен суретін тапсам барда суретін тұрды. Ортада бала жапа шегуде. Буыны қатпаған бүлдіршіндер мектепке кіре алмағандарына таң. Тіпті бұның психологиялық травма сияқты салдары да болу мүмкін екені рас. Дәл осы аспектіні дәйек етіп ұстанып алған ата-аналардың талабына билік орындарда таң. Олар не билікке бағынғысы келмесе, не осы саладағы уәкілетті орган діни басқармаға бағынғысы келмесе, олардың ұстанымы шынында да біз үшін де түсініксіз,
болып отыр. Соңғы кездері байқасақ, бүкіл Қазақстан қоғамындағы дәстүрлі емес діни ағым өкілдері, салафилер бірдей ұғымдармен, бірдей түсініктермен сөйлейтін болды. Қазақтың дәстүрлі ұғымдарын, әсіресе кимешек секілді ұғымдарды бұрмалап қолданатын болды. Екінші бір жағынан, дәл осы тұлғалар, дәстүрлі емес ағым өкілдері соңғы кездері құқықтық тұрғыдағы өздерінің шабуылдарын күшейтуде. Яғни орамалды талап етуші топ енді хиджаб емес мектепке кимешек киіп келсек қалай деген қолқа салуда. Бірақ ол да ортақ киім талабына сай болмағандықтан жауапсыз қалды. Күзден бері бұл дау толастамаған соң биыл жылдың басында депутаттар өңірлерге барып мәселеге араласты. Солардың бірі мәжіліспен Бақытбек Смағұл айтуынша ұзақ сонар кездесулер ішінара болсында жемісін бере бастаған. Сол жерде 18 ата-ана осы заң талаптарын орындап балаларын мектеп қабырғасына алып келді. Бұл да үлкен жетістік. Алайда ата-аналар енді хиджаб киетіндерге бөлек мектеп ашып оқытса екен деген талап қоюда. Егер сондай ата-аналар болса, өздерінің қыздарды тек сол орамал тағып немесе хиджаб кигізіп, оларды мектепке жіберетін болса, олар өздері жиналып, демеушілерді іздеп, ондай жеке мектептерді ашуға барлық жағдай бар, құқықтар да бар. Бірақ қоғам өкілдері бұндай бастаманы қолдамайды, себебі ол әлеуметтік жікке, бөлінушілікке алып келуі мүмкін. Жеке мектеп ашу идеясының өзі ол екіұдайлы пікір. Өйткені жеке мектепті ертең басқалар ашса не істейміз? Басқада бізде діннің өкілдері бар, олардың да секталары бар. Дегенмен, Ермекбаев мырза айтып өткен жеке мектеп әсте діни бағыттағы мекеме болмауы тиіс екен. Жеке мектеп болуы мүмкін, бірақ біздің ойымызша ол қандай да бір мектеп болмасын, олардың барлықтары да білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу бағдарламасымен жүруі керек. Ол жердегі оқытатын пәндердің мазмұнында ешқандай да бір діни көзқарас болмаса діни ұстаным болмауы керек. Және ол жерде оқитын қыздарымыздың өзі де бөлек болған күннің өзінде бастарына орамал тақпау керек деген мен өзім көзқарасты дұрыс деп ойлаймын. Демек, аңдасақ, әлі де тараптардың мәмілеге келулері қиынға соғары анық. Тараптар деп отырғанымыз бір жағы хиджаб мәселесін даулап отырған діндарлар мен екінші жағы мемлекет. Дәстүрлі емес ағымдарды жете зерттеп, бірнеше мың талдау материалдарын жасаған сарапшы қазіргі қалыптасып отырған ахуалға былай деп баға береді. Олар кез келген бір мәселені құқықтық тұрғыдан толыққанды жете зерттеп зерделемейінше, негіздемейінше жеңіске жете алмайтындығын түсінді. Сондықтан кез келген мәселені көтергенде олар көбіне құқықтық тұрғыдан негіздеуге тырысады. Бұл әрине бір жағынан алдағы үлкен идеологиялық шайқастың дайындығы болуы да мүмкін. Егер расымен солай болып жатса, қайтпек керек деген орынды сауал туындайды. Фундаменталистік, радикалдық Қазақстанның дәстүрлі дініне келіңкіремейтін және елдің ішінде белгілі бір дәрежеде наразылық пен мазасыздық туындайтын нәрселерде билік мейлінше принципті позиция ұстану керек. Мемлекеттің ұстанымын белгілі бір секта, белгілі бір топ, белгілі бір өкілдері сынауы мүмкін. Сынасын, билік өзі керек кезінде мінезін көрсетіп қатаң тәртіп орнатып жүр ғой. Не нәрсе насихатталса, сол идеологияға айналады. Өйткені Мұхаммед пайғамбарда дін дегеніміз насихат деген пайғамбардың хадисі бар. Сол секілді идеология дегенімізде насихат. Егер өзіміздің төл мұраларымызды, туындыларымызды біз лайықты түрде насихаттай білсек, онда қазіргі дәстүрлі емес ағым өкілдеріне ең пәрменді тосқауыл болатын басты шеп сол арқылы қалыптасады. Салафизм ағымына заң мен тыйым салмайынша олардың күрестері жалғаса береді дегенде қоғамдық пікір бар. Әзірге билік тарапы бұл саяси шешімді қабылдаған жоқ. Берік Дүйсенбай, Айбек Тынбаев, Жандос Айғожин. Басты бағдарлама.